Баршаңызға сәлем, мен есім Аяулым. Сіздермен 100 тілек жазу техникасын айтатын боламын. Армандар орындалу үшін не істеу керек, қалай жазу керек, барлығын айтатын боламын. Біріншіден, желтоқсан айының соңғы аптасында, соңғы күндерінде болған тіптім жақсы 21 мен 26 аралығында жазуларыңыз керек сіздер. Міндетті түрде. Бұл бірінші ережесі. Екінші ережесі тып-тыныш жер болу керек. Ешкім сізді мазаламау керек. Өзіңізбен өзіңіз болуыңыз керек. Бұл екіншісі. Үшінші ережесі, қасыңызда ешбір телефон, ешнәрсе болмау керек. Сізді ешкім мазаламау керек, бір сөзбен айтқанда. Сосын төртінші ережесі, А4 қағазға жазуыңыз керексіз. Немесе дәптер, либо болмаса өзіңізге блокнот арнап алыңыз. Міндетті түрде блокнот болған жақсы, чтобы жоғалып кетпес үшін. Сосын көңіл күйіңіз деп жүру керексіз. Тойға барғанда күшті билеп жүресіз ғой, сол секілді көңіл күйде позитив болу керек. Қасыңызға сен барсың тек менде келмейтін шектелген музыка қойып қоясыздар сондай, немесе Құран сүрелерін қойып қойсаңыздар тіптім жақсы. Одан кейін 6-шы ережеміз балаша армандау керек. Кәдімгі мен аны алайын деп жатырмын деп өз-өзіңізге шектеу қоймаңыз. Міндетті түрде арманның бәрі орындалады. Мен өзім жазғанмын, барлығы да орындалып жүзеге асып жатыр, Аллаға шүкір. Сосын 7-ші ережесі, бұл 24 сағаттың ішінде жазылу керек. Үзіп қалдырып қойыңыз, 10-ын бір жазып, 20-сын бір жазып, деп, бір апта созылып, бір ай созылып жүруге болмайды. Тек қана 24 сағаттың ішінде жазып тастаңыз. Бір отырған кезде бір 15 сағаттың кетеді. Ары кетсе 1 сағат кетеді жазуға, отырып алып жазуға. Сосын осы шақпен жазасыз. Мысалға, мен iPhone 13 аламын. Менің айлығым 500 мың теңге болады. Солай жасайсыздар. Осы шақпетіп. Одан кейін 9-шы ережеміз визуализация. Визуализация дегеніміз көзге елестету. Өзіңіз қиялдап, көзіңізді жұмып елестетіп, күндіз-түн соны елестетіп визуализация жасау керексіз. Содан кейін 10-шы ережеміз ешкімге көрсетпеу керексіз. Қандай нәрсе жазыңыз, не жазыңыз, ешкімге көрсетпеңіз, оқытуға болмайды. Тек өзіңіз оқып жүруіңіз керек. Қаңтар айының басында оқисыз оны. Одан кейін секторларға бөлесіз арманды. Не жазам, не жаза берем, мен не жазам, 100 арманға, оның бәрін не жазам деп ойлайтын шығарсыз. Барлық адамның ойында бар ол. Біріншіден денсаулыққа жазыңыз. Карьераға жазыңыз. Одан кейін барып отбасыға, байлыққа, материалдық жағдай солай бөліп қойыңыз. Оннан сонда оңай болады. Мысалға денсаулыққа мен 5-10 килограмм азамын. Осы шақта етіп жазасыз. Фитнеске жазыламын. Одан кейін идеалды спорт кешеніне барамын. Дене бітімім арық, жарық деген сияқты ғой енді. Осы шақ етіп жазасыздар. Сосын қарым-қатынасқа жазсаңыз болады. Бойдақ болсаңыз үйленемін дейсіз, балалы болғым келсе сәбилі боламын деп жазасыз. Материалдық жағдайға менің счетымда 5 миллион теңге бар. Солай жазасыз. Мен 3 қабатты үй аламын. Осылай жазасыз. Мысалы, хоббиге жазасыз. Хоббиге мен биік тауға шығамын. Немесе 10-20 кітап оқимын. Немесе домбыра тартуды үйренемін. Осылай жазасыз. Одан кейін суда жүзуді үйренемін десеңіз де болады. Өзіңіз не қалайсыз, соларды жаза бересіз. Сосын бұның барлығын, 100-дің барлығын жазып болған соң қаңтар айында оқисыз. Оқып өзіңіз бос уақытыңызда қайталап оқи берсеңіз болады. Позитивпен оқыңыз, жылап отырғанда оқымаңыз. Орындалған тілекті сосын сызып отырасыз. Өзіңіз өшіріп отырыңыз. Міндетті түрде орындалады. Мен айтқан техникалармен осылармен жазыңыздар. Егер де бір нәтижесі болып жатса,
астына жаза кетіңіз, маған жазыңыз. Мен өте қуанамын, сіздерге бір пайдам тисінші деп отырмын. Сіздерге пайдалы болсын деп. Маған комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көп рахмет сіздерге. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.